Дамир, бүгін Оғыз мемлекетін қайталаймыз, иә? Оғыз мемлекетінің өмір сүрген уақыты 9 ғасыр соңы 11 ғасыр ортасы. 9 ғасырдың соңында Сырдарияның орта және төменгі ағысында құрылған мемлекет. Оғыз мемлекеті құрылды. Сырдарияның орта және төмен ағысында. Оғыз этникасы қалыптасқан аймақ. Жетісу. Оғыздардың Сырдария бойына қоныстануы ықпал еткен себеп. Қарлұқтардың күшеюі. Жетісуда Қарлұқ қағанаты құрылғаннан кейін сыр бойына ығысты. Оғыздар. Қарлұқтар Жетісудан ығыстырған тайпа. Оғыз. Оғыздар сыр бойында қақтығысты. Печенегтермен. Оғыздар Еуразияның саяси және әскери тарихында маңызды рөл атқарып, Еділ мен Жайық арасында өзіне қаратқан ел. Печенег. Оғыздардың астанасы Янгикент. Янгикент қаласы орналасқан өзен бойы. Сырдария. Оғыздардың 24 тайпадан тұрғандығы жайлы айтқан ғалым. Махмұд Қашқари. Оғыздарда мұрагерлік жолымен сайланған жоғары билік иесі. Оғыз қоғамында маңызды рөл атқарған әскер басының лауазымы. Сүйбашы. Оғыз мемлекетінде иналды тәрбиелеуші. Адабектер. Жабғудың кеңесшілерін атаған. Күлеркіндер. Оғыз билеушілерінің сыртқы саясатындағы мақсаты. Қара теңіз бойындағы жайылымдарды өзіне қарату. Оғыз билеушілерінің сыртқы саясатында Қара теңіз бойындағы жақсы жайылымды қолға қаратуға бөгет жасады. 965 жылы Оғыздар Хазарларға қарсы әскери одақ құрды. 985 жылы Оғыздар князь Владимирмен одақтаса отырып жорық жасады. Бұлғарларға қарсы. 985 жылы князь Владимир бұлғарларға қарсы одақтасқан мемлекет. Оғыз мемлекеті. 10 ғасырдың аяғында бұлғарларға қарсы Оғыздармен одақ құрған орыс князі. Владимир. 10 ғасырда Сырдарияның Кавказға дейінгі аумақ орталығы. Оғыз мемлекетінің күшеюіне үлес қосқан. Шахмәлік. 1041 жылы Шахмәлік жаулап алды. Хорезм. 11 ғасырда Оғыздарды Сыр, Арал, Каспий бойынан ығыстырды. Қыпшақтар. 11 ғасырда Қыпшақтар Оғыздарды біржолата ығыстырды. Сырдария мен Каспийдан. Оғыз мемлекеті өмір сүруін тоқтатты. 11 ғасырдың ортасы.